Good afternoon, pupils. Let's begin our English lesson. Open your copybooks and write down the date. Today is the 17th of February. Today we will continue our last theme, and our aim is to talk about actions in the past. First of all, open your vocabulary books and write down the new words. Алдымен сөздік дәптерді ашып, жаңа сөздермен танысып, көшіріп шығамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өткен іс-әрекеттер жайлы айту болатын. Жалпы біз өтіп кеткен іс-әрекетті айтқан уақытта past simple шағын қолданамыз. Сөйлемнің past simpleда болып тұрғандығын білу үшін уақыт теңеуліктерін қолданамыз. Олар мысалы yesterday кеше, last year өткен жылы, last summer өткен жазда, last night өткен түні, 5 hours ago 5 сағат бұрын, 2 weeks ago 2 апта бұрын деген сияқты сөздерді қолданамыз. Ал енді біз past simple'да қалай жасаймыз? Бірінші ережесі, past simple'ды жасау үшін біз етістікке ed жұрнағын жалғаймыз. Мысалы, laugh, laughed, wash, washed, start, started, call, called, listen, listened. Екінші ережесі, ол егер етістік и әріпімен аяқталатын болса, онда біз ди жұрнағын жалғаймыз. Мысалы, like, liked, agree, agreed, bake, baked, escape, escaped, type, typed. Үшінші ереже, егер етістік y әріпімен аяқталатын болса, және де y-дың алдында дауыссыз дыбыс тұратын болса, онда біз y әріпін I әрпіне өзгертеміз және ed жалғаймыз. Мысалы, carry, carried, try, tried, fry, fried, cry, cried. Төртінші ережеміз, егер етістік y әрпімен аяқталатын болса, алайда I әрпінің алдында дауысты дыбыс тұратын болса, онда біз y-дың артына ed жалғаймыз. Мысалы, play, played, pray, prayed, enjoy, enjoyed, delay, delayed. Бесінші ереже, егер етістік бір буыннан және дауыссыз, дауысты, дауыссыз құрылымынан болып келсе, онда соңғы әріпті қосарлап жазамыз. Мысалы, stop, stopped, plan, planned, hop, hopped, back, backed. Okay, let's do some exercises. Open your pupils book at page 81 and do exercise 6. Кітабымыздың 81-ші бетіндегі 6-шы жаттығуды орындаймыз. Read and complete. Оқы және толықтыр. Мұнда жақшаның ішінде етістіктер берілген, сол етістіктерді past simple шағына қойып жазуымыз қажет. Яғни етістікке ed немесе d жалғауларын жалғап жазамыз. For example, the first, Sultan listened to music last night. Сұлтан өткен түнде өлең тыңдады. The next exercise is exercise 7 on page 81. Екінші жаттығуымыз ол 7-ші жаттығу. 81-ші беттегі. Look, read and correct. Мына 1, 2, 3, 4, 5 суретке қараймыз. Сол суретке сәйкес сөйлемді дұрыстауымыз қажет. For example, Bella played basketball yesterday. Bella кеше баскетбол ойнады. Бірінші суретке қараймыз, ол кеше не істеді? Ол кеше теннис ойнады, баскетбол емес. Онда No, she didn't. She played tennis. Жоқ, ол теннис ойнады деп жазуымыз қажет. Осы мысалға қарап, қалған жаттығуды орындаймыз. For today, I gave you 2 exercises. The lesson is over. Goodbye.